Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге Қазақстан премьер-лигасы аясындағы Шымкенттік Ордабасы және де Қызылордалық Қайсар футбол клубтарының арасындағы матчты бірге тамашалайтын боламыз. Ендеше кеттік. Олар Жақсыбаевтың бақытта керемет соққысы дегенмен де тамаша сәт ойнады және де бізде ойындағы алғашқы бұрыштама добы. Айбалдан асырылған пас, Антиш соққы және гол! Эвертон Мораес! Достар, мінеге бізде ойынның 18-ші минутында таразбасы ашылды, есеп 1-0. Голдың авторы Эвертон Мораес. Айбалдан асырылған пас, Эвертон допты қабылдады және айбалдан пас, Антиш! Антиштің қақпаға бағыттан соққысы маңдай жаға тиіп кері қайтты. Керемет мүмкіндікті Ордабасы мүлт жіберіп отыр. Екінші қарқымен шабуыл. Эвертон тағы допта. Эвертон артқа пас. Айбалдан асырылған пас және қақпашы өз орында. Ордабасы керемет шабуылдары бірінен соң бірі ұйымдастырып көрді және де қарқыны мықты болғанмен де голсыз аяқталып отыр. Эвертон Ордабасының кезекті шабуылын бастап көреді. Айбалдан асырылған пас дегенмен де пас сәтсіз болды және де қақпашы өз орнында. Ордабасының кезекті шабуылын Нады допта айбалдан асырды және де Эвертон допқа түртсе болған гол болу әбден мүмкін дегенмен де доп ешкім жаңаспай шабуыл осымен аяқталды. Ордабасы кезек шабуылы және гол! Антиштің айбалдан асырған пасынан кейін Ордабасының экс-игроға Карам Султанов голды өз қақпасына соғып алды. Есеп 2-0. Таразбасы Шымкенттік Ордабасының пайдасына. Ойынның 33-ші минуты. Туан Шымкент есеп 2-0. Және Малыйдың керемет соққысы қақпадан қиыс кетіп отыр. Есеп біз 2-0 алғашқы тайм аяқталуына шамамен бір 5 минуттай уақыт қалды. Ойын қызыққа толығымен де Ордабасының бақылауымен өтіп жатыр ойын және де Ордабасы осы маусымда ең бір үздік матчтарын бірін өткізіп жатыр. Ордабасы кезек шабуылы Антиш допты айбалдан асырды және Султаниязов Мораес қақпа соқ бағыттар мекен. Астановқа пас. Сергей Малый. Қапта Султаниязов допты айбалдан асырды дегенмен өзі ешкім табылмады. Сергей Малый айбалдан асырған пас. Және Антиш қақпаға соққы бағыттағы мүмкіндік болма дегенмен бұл шабуылды Имнадзе офсайдта алған екен. Сұлтанбек Асан оң қапталына жаңа шабуылды бастап көретін болады және айбалдан пас. Сергей Малый жерде пас. Антиш соққы болар ма екен? Антиш Қалматов соққы дегенмен де Қайсар ойыншылар қорғаныс сәтті ойнай білді. Және Жимо соқ қапталдан тамаша өте білді. Пас және Олар Жақсыбаевтың қақпаға бағыттаған соққысы қақпадан биік кетті. Алғашқы тайм соң минуттарында Ордабасының жаңа бір шабуылы. Имнадзе ортаға ойысып бірді және пас.
Дегенмен де соққы жоқ. Ұлар Жақсыбаев, Эвертон Мораес, Халматов. Кім соққы бағыттар екен? Сұлтанбек Астанов керемет пас. Және дегенмен де Сұлтаниязовтың Айбан асырған пасына қақпашы бірінші жетіп отыр. Неге достар, бізде ойынның алғашқы таймы өз мәресіне жетті. Есеп бізде 2-0. Голдардың авторы Эвертон Мораес және де Карам Султанов өз қақпасынан гол салып алды. Алғашқы таймның қорытындысы бойынша Шымкент клуб толығымен ойынды бақылауда. Қайсар футбол клубында да бірнеше мүмкіндіктер болды. Әсіресе алғашқы таймның соңғы минуттарында баспен қақпаға бағытталған соққы сәл ғана қиыс кетті. Дегенмен де Ордабасы бүгінгі ойында өзінің алаң қожайын екендігін көрсетіп жатыр. Ендеше ойынның екінші таймын күтеміз. Есть время, один забьют. Бағдәулет Нұралы ортаға ой соққы және қақпашы өз орнында. Ордабасының жас түлектерінің бірі Бағдәулет Нұралының қақпаға бағыттан керемет соққысы және де топқа алғаш жаңа суы сәтті өтті. Жанаджи алаң орта тұсында және қақпаға соққы бола ма Имнадзе. Айбан асырылған пас Антич. Ортаға пас және Жанаджи допқа жете алма дегенмен Имнадзе доппен соққы. Қақпашы өз орнында. Имнадзенің бағыттан керемет соққысы. Бұрыштама добын көретін боламыз. Бұрыштамадан Айбан асырылған пас дегенмен де шабуыл соққысы аяқталып отыр. Не Қайсардың қарымта шабуылын тамашалайтын боламыз. Қайсар ойыншылары шабуылға жетіп барады дегенмен де Айбан асырылған пас. Бекхан Шайзада өз орнында. Антич сол қаптамен допты Айбан асырды. Әуеде талас Еркебұлан Тұңғышбаевтың қақпаға баспен бақтан соққысы қақпадан биік кетіп отыр. Жимо. Қақпаға пас. Бағдәулет. Қақпаға ортаға ойысты. Пас бола ма? Соққы. Және Еркебұлан Тұңғышбаев пенальти алып отыр. Төрешіде күмәнсіз. Айбол Әбікен төрешін бұл шешімнен наразы. Он 1 метрлік айып тобы. Мудрак. Және гол! Гол есеп бізде! 3-0. Цыган лучше! Неге достар, бізде есеп 3-0. Ойын екінші таймда Ордабасы қарқынды бәсеңдеткенмен де өзіне керек голды соғып отыр. Айып алаңында Еркебұлан Тұңғышбаев пенальти алып келсе, ол пенальтида сәтті орындаған. Мудрак тараз басын еселей түсті. Ары қарай бірге тамашалайық. Ордабасының кезекті шабуылы, ортаға ойыс және соққы дегенмен де қақпадан қиыс кетіп отыр. Және керемет мүмкіндік Тұңғышбаев қақпашының қателігін сәтті пайдаланды және Халматовтың пасынан кейін Еркебұлан Тұңғышбаев тараз басын 4-0-ге жеткізіп отыр. Сол қаптауымен керемет шабуыл, ортаға ойысып келеді. Қақпаға соққы бола ма? Тамаша. Және ортаға пас. Нұралы. Соққы. Еркебұлан Тұңғышбаев керемет мүмкіндікті нөл жіберіп отыр.
Имнадзенің қақпа бағыттан соқсы қақпадан биік кетті. Керемет шабуыл және пас Нұралы және гол дегенмен де қорғаушыға тиген доп рикошет арқылы бұрыштамаға кетіп отыр. Керемет пас берген еді орта дегенмен де сол аяғымен бағыттан соқты сәтсіз шығып отыр. Паулиньо алаңға екіншіден қосылған ойыншы сәтті қосылып команда керемет күш беруде. Керемет гол! Малы! Сергей Малы! Керемет гол автора! Сергей Малы! Гол авторы Сергей Малы! Сергей Малы! Чербиге кем емес екендігін алаңда көрсетіп жатыр, тек қана сөзбен емес. Керемет гол, есеп бізде 5-0. Ордабасының керемет ойын көреміз бүгін. Очень радует то, что мы вернулись на родную арену. Город ждал этого стадиона. Посмотрите, как красиво, насколько постарались хозяева этого стадиона. Очень приятно. И поле новое, и трибуны новые, и зрители опять вернулись. Самое главное, что сегодня команда сделала праздник всему городу, болельщикам. Очень рад за ребят. Поздравляю команду с победой. Алга Орда! С победой! Можно всего лишь один вопрос. Ачерби или Сергей Малый? Сергей Малый, конечно. Конечно. И сегодня не просто словами на поле доказали. Удачи вам в сезоне. С победой! Бүгін Ордабасы Қайсар ойынына бол-бой болып жүрген Роман және де Асқар менің екі оқушым, шәкірттерім. Рома бізде Ордабасы 2012-де, Асқар 2013-те. Қалайсыңдар? Жақсы. Мана алаңда, мынандай ойында қашан ойнайсыңдар, Құдай қаласа? Құдай қаласа өсеңіз. Өздерің сенесіңдер ма? Иә, әрине. Бұлар ойнайды бұлар. Тренерлер мықты бұлардың. Это то, что, наверное, у нас такой уровень сегодня. Ну, посмотрите все голы. Первый мы обрезаем, нам на добивании. Не все стоят, смотрят. Второй свои забили. Сами. Третий на ровном месте пенальти. Четвертый вратарь начал обыгрывать. Вот эти ошибки убери. Ну, пятый, да, там мы более-менее с углового. Но остальное все это наши конкретные ошибки, это наш уровень показывает. Моментами достаточно убедительно большие отрезки игры были под хорошим контролем, с хорошим созданием многих голевых ситуаций. Ну и молодцы, поздравляю всех, весь клуб, футболистов, которые выложились по максимуму и подарили этот праздник городу. Достар, барлықтан назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған мен Шыңғыс Қанатұлы. Ордабасының кезекті матчында жолыққанша.